Сәлем. YouTube'da осында ма? Тағы да сәлем, бұл жақсы болады арнасы, сіздермен әдеттегідей жақсы болады. Бұл жерде камера жатқандықтан өзімнің каналыма неліктен влог түсірмеске. Мен бүгін Шымкент қаласына жақын Төле би ауданындамын. Тау Самалы. Бұл жерде не өтіп жатыр? Жастар саяси лагері, жастар отанға деп аталады. Жыл сайын болатын бұл лагердің осы жылғы ерекшелігі, ол тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай әрбір аймақтан жастар жиналып, одан бөлек 6 мемлекеттен, ол Өзбекстан, Тәжікстан, Турция, Әзербайжан сияқты мемлекеттерден жас саясаткерлер келіп, осы жерде бірге тәжірибелермен бөлісіп, көптеген тренингтерге қатысып, өз-өздерін қысқаша айтқанда дамытып жатыр. Көрейік, жастардың өзінен сұрайық, не болып жатыр, кім келіп жатыр, ұнап жатыр ма деген секілді. Бірге тамашалаңыздар. Ең әуелі форумның маңызына тоқталатын болсақ, осыған дейін мұндай форумдардың ұйымдастырылғаны рас. Дегенмен халықаралық деңгейдегі жастардың саяси біліктілігі мен тәжірибесін ұштастырған жиын тәуелсіздік жылдары алғаш рет өтті. Енді өзге елден келген жастар ұйымдарының өкілдеріне келетін болсақ, олардың қатарында Ресейдегі Единая Россия партиясы жастар қанаты орталық штабындағы ақпарат бөлімінің басшысы, Жаңа Әзербайжан партиясы жастар қанатының төрағасы, Тәжікстан, Өзбекстанның жастар ұйымдарының басшылары, Ислам ынтымақтастық ұйымы жастар форумының үйлестірушісі мен Қырғызстан жастар қоғамдық кеңесінің төрағасы болды. Енді влог стилімізге қайта оралсақ болады. Қайырлы таң, лагердегі күн таңғы 8-де басталады. 8:30-нан 9-ға дейін жаттығулар, таңғы жаттығулар, 9-дан 10-ға дейін таңғы ас. Қазір жастардың жаттығуларына барып қараймыз. Лагерь қатысушыларына арналған TikTok зоны. TikTok түсіретін кішігірім 1-1 квадратный метр. Мінекей менде де Сәкемен бір-екі ауыз сұхбат алуға мүмкіндік туды. Жаңа кездесуде, жастармен кездесуде ауыр сұрақтар қойылды. Қалай жалпы жастардың талабы қалай өзіңе? Енді бұл жастармен өте керемет сұхбат болды. Бұл жерде жиналған жастар еліміздің әр өңірінен келген мықты жастар, білімді жастар екен. Оның сұрағынан көрініп тұр. Маған әлі қоймаған сұрақтар да қойды. Өте жақсы кездесу болды. Жастардың білімділігі көрініп тұр. Жалпы саясат туралы сұрақтар болды. Өзің саясатқа қалайсың? Қазір таңда енді мен өзім тек спортта жүрген соң саясатқа бет бұрып жатқан жоқпын. Одан соң де бұрмаймын деп ойлаймын. Тек осы спорт саласында болған соң, сосын тек осы еліміздің спортына қызмет ететін азамат боламын деген мақсатым бар. Тек қана спортқа. Тек сол бағытты дамыту керек деп естісің. Иә, өзімде енді солай енді. Саясатқа ондай бет бұрып, саясат жағына қызығушылық жоқ. Өзіңде келісетін шығарсың, жалпы Қазақстанның 30 жылдық тәуелсіздігіміздің уақытында біз бүкіл әлем үшін, біз үшін бокс, ол біздің ұлттық спортымыз сияқты болып кетті да. Оған да өзің келісетін шығарсың. Енді алдағы уақытта біздің спорт федерациясының дамуына байланысты бізде кейбір жағдайларда бір минустар болды, кейбір турнирлерде жеңілдік ұттық, бірақ енді болашақта қайтадан өзіміздің атағымызды қолға алу үшін не істеу керек деп ойлайсың? Енді осы олимпиадада өзіміз ойлаған нәтижеге жете алмадық. Бұл қайырлысы деп ойлаймыз. Енді ол үшін Қазақстан бокс федерациясы өте жоғары деңгейде жұмыс жасап жатыр. Қателіктермен жұмыс жасап жатыр. Барлық қателіктерімізді дұрыс шешім қабылдап, алдағы жарыстарда қателік болмайды деп ойлаймыз. Ол үшін спортшылар да Қазақстан бокс федерациясы да өте қатты жұмыс жасап жатыр. Алдағы жарыстарда тек қана елімізге боксшылардан бөлек әр спорт түрінде алғыс сыйлайды деп ойлаймын. Бұйыртса. Ең бастысы жеңіс болмайды ғой. Иә, әр жеңістен соң жеңіс болады. Сол үшін сәттілік. Жеңілістен кейін мықты оралу керек. Рахмет.
Так, тут у нас проходит экологическая акция какая-то. А можно сразу Правильно? Можете объяснить? Здесь проходит экологическая акция, где наши гости международные, которые приехали как гости к нам в лагерь, делают арт-объект. Они сейчас, получается, все дни, которые использовали пластмассы, они помыли, сейчас обработали, будут клеить, после чего наши ребята будут красить, и это превратится в большой арт-объект, который мы подарим данному курорту. Круто? Как-то так. Круто. Все экологично, я вам скажу. Очень просто, надо хорошенечко взбить и очень смело красить, то есть не бойтесь, да. Надо очень хорошо, очень. И застрелить. Давай. Так, мен соңында мынандай дүние болып жатыр. У нас на этой площадке выступают депутаты Мажилиса парламента. Достар, осы лагердің қатысушысы Асыл. Көргеніме өте қуаныштымын сізді. Асылды көргендеріңіз болса, астына жазып кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Асыл, лагерде бірінші күннен бастап осындасыз, Иә. Қалай болып жатыр? Не болып жатыр? Тренингтер ұнап жатыр ма? Иә, барлығы ұнап жатыр. Жалпы демалыс, жалпы осы жер ұнап жатыр, тағысамалына рахмет. Және тренингтер, спикерлер ұнап жатыр, жаңа нәрсе үйреніп жатырмыз. Жаңа достар пайда болды. Бір ерекше атап өтетін мүмкін қонақ па, әлде спикер ма? Фамилиясын ұмытып қалдым, Толқын деген кісі. Ораторское искусство болған. Сол кісінің ерекше ұнады маған. Қателеспесем, шетелден де қатысушылар келген, Иә. танысып, араласып жатсыздар ма? Иә, араласып жатырмыз арасында. Бұлай жалпы бүкіл Қазақстан жан-жағынан келіп жатқан адамдармен танысып, жаңа тәжірибе алмасып жатырмыз. Жаңа опыт дейді ғой, жаңа опыттан Тәжірибе. алмасып жатырмыз. Мұнда жақсы жері ма, әлде жаман жері ма? Интернет ұстамайды екен. Сізге тиктокер ретінде ол қатты қиын болды ма? Жоқ, менде Билайн, менде күшті сайт 4G. Барлығы сізге модем тарады. Иә. Түсірдіңіз ба осында? Тикток біз негізі қазір мен тиктокқа қолым тимей жүр, шын айтсам. Өйткені қазір жұмыс барлығы қарбалас кетті. Тиктокта жаңа бізге тапсырма болды, топпен бірге түсірейік деп. Сол кезде жаңағы креативный болсын деп, би ғана емес, жаңағы осы жерден аттарды тауып, атқа мініп, солай тикток түсірдік. Ат жоқ жерден ат тауып алып? Тауып алдық, иә, осы жақтардан. Міндетті түрде көреміз, мүмкін осы видеодан кейін де сол тиктокты қойып отырсам. Жақсы, сізге көп рахмет. Лагердің барысында сәттілік. Рахмет сізге. Көріскеніме қуаныштымын. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен. Форум соңын алау алдындағы әңгімелер, жылы өлеңдер мен фуршет аяқтады. Атмосфераны айтып жеткізу мүмкін емес. Қысқасы, өздеріңіз қараңыздар. Бұл жақсы болады арнасы, бүгінгі влог тамам. Көп комментарий қалдырған адамның бағы жансын. Рахмет.